Қазақ түсінігінде жеті қазына деген ұғым бар. Халқымыз сол асылдардың қатарына адамның сенімді досы ретінде итті кіргізеді. Оған қасиетті деп құмай тазыны қосқан. Оны далаға жатқызбай, киіз үйдің бір бұрышынан орын берген. Ерекше күтіммен қарап, бағасын арттырған. Ескі түркілік таным бойынша тазы иттен тумаған көрінеді. Ол айдалада елсіз және биік жерлерге ұя салатын ителгі қаз деген құстың жұмыртқасынан пайда болған деседі. Жұрт сарала қаздың ит тұқымынан кейде күшік шығады. Сол құмай екен деседі. Оған қоса ел арасында тағы бір әпсана тараған. Биологтар құмай деген құстың бар екенін айтады. Негізінен таулы жерлерді мекен етеді. Саны өте аз. Мұның қаншалықты ақиқат екенін ешкім дөп басып айта алмайды. Дегенмен, бұл ескі әңгімелердің астарынан құмайдың қазақ үшін қаншалықты қасиетті екенін аңғару қиын емес. Ұлы даланы мекендеген алаш баласының көнеден үзілмей сақталып келе жатқан сарқытының бірі саятшылық. Көшпелі күн кешкен бабаларымыз үшін осы орайда тазының орны ерекше болады. Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда Еуропа қызыққан қазақтың таза қанды құмай тазысы жайлы және сұлуда жүйрік қазақ итінің 19 ғасырда Еуропада қалай танымал болған жайлы айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар және осы видеоны соңына дейін көріңіздер демекпіз. Тазы алғаш қазақ даласында біздің заманымызға дейін 7-6 мың жылдықта қолға үйретілген деген дерек бар. Сондай-ақ шамамен 2000-2,5 мың жыл бұрын тасқа қашалып салынған суреттер тазының сақ заманында қолға үйретілген дәлелдейді, дейді ғалымдар. Жеті қазынаның бірі саналатын жануардың жылдамдығы сағатына 80 шақырым. Ит тұқымдарының ішінде тазы адамға қаппайтын, аң аулауға жаралған жануар. Биіктігі жарты метрден 70 сантиметр аралығында болса, салмағы 15 келіден 35 келіге дейін болады. Қазақ епті жүйрік тазыны құмай тазы деп атайды. Ит жақсысы тазы деп ерекше қадірлейді. Орыс зерттеушілері 1917 жылғы қазан төңкерісіне дейін қазақ даласында 10 мыңға жуық тазы болған жазып кеткен. Ол кезде тазының құны бүйір жылқыға тең болған деген ақпарат бар. Құны жоғары тазы тұқымы сымбатты денесімен, бітім болмысымен ерекшеленген. Ата-бабаларымыз тазыны бекерге текті деп атамаған. Тазының тектілігі тазалығында. Итің жаман десе өкпелейтін қазақпыз ғой. Олардың тағы ерекше қасиеті адамға, балаға тимейді. Тамаққа сұқтанып көзін сатпайды. Үйде жалғыз өзі қалса да, тамақ тұрған жерді тіміскелемейді. Ал дәрет қысса, иесінен сұранған белгі беріп, далаға өзі шығып келеді. Міне, осы қасиеттері үшін қазақ тазыға босағадан орын берген. Тазы қолға тез үйренгіш, иесінің қас-қабағын ұғатын қасиетке де ие. Алдындағы алған аңын да жәукемдемей, иесіне барынша таза күйінде ұсынады екен. Қашқан аң құтыла алмайтын шапшаңдығы, желде ескен жүйріктігі, қайтпас батырлығы оның бағасын арттырды. Тіпті ашаршылық уақытында бір ауылдың адамдары құмайдың аңшылық күшімен аман қалған деген әңгімелер әлі де ел аузында. Сыртқы тұрқы әлсіз көрінгенмен одан артық аңға түсер ит жоқ. Керек десеңіз, қасқырға қарсы төтеп берер бірден бір күшіңіз осы. Оны әсіресе таза асырап, түзге шығатындар жақсы біледі. Оған қандай күтім керек екені де соларға мәлім. Тазы тумысынан саятшылық үшін жаратылған. Қашқан аңның құтылуы қиындау. Дегенмен, оны таза аңшылық үшін асырағанда көзін ашқаннан баулай бастау қажет. Күшік кезінде астына қасқырдың терісін төсеніш етіп, немесе жүрегін берсе өжет болып өседі. Қаймық үрген қаннан жоғала бастайды. Ал ізге түсіп, тез табу үшін тұмсығына кез келген аңның өтін құйған дұрыс. 4 айлығынан теріні тартқызып ойнатып, мойнын сындыра бастайды. Кейін қоян, түлкіге түскенде алданбай жалт бұрылуға дағдыланады дейді мамандар. Аңшылар әлгіндей жаттығуларды ертерек бастау қажет деп санайды.
Әсіресе мойны қатайып кетпей тұрып қолға алу қажет. Сосын 8 айлығынан бастап ұсақ аңға сала беруге болады. Кейін ауызданып алған құмай өзі-ақ далаға шыққысы кеп тұрады. Тазыны аңға салар алдында да дайындайды. Жылқы баққанда жілік майын толтырады. Егер дұрыс күтім көрмесе, іші таза болмаса, жүгірмейді. Ол үшін оған сары май мен жылқының құйрық қылын беріп құстыру қажет. Сол арқылы ішіндегі қыл-қыбырлар түседі. Осыдан соң саятшылықты бастай беруге болады. Тазы егер ұстаған олжасын жейтін болса, онда бұны тұтас соған беру керек. Себебі ол аң адал саналмайды. Сондықтан олжасына ауыз салмас үшін оны шикі етпен емес, піскен тамақпен қоректендіру қажет дейді мамандар. Мамандардың айтуынша, таза-қанды тазының тұрқысы өзгеше болады. Егер жамбастағы қос сүйегінің ортасы алақан сиярдай кең болса, оның жүйріктігін білдіреді. Сонымен бірге бас сүйегінің төбесі үшкір болса, алдынан соққан желді жеңіл қабылдайды. Бойы да 75-80 сантиметрден аспауы қажет деп есептейді. Қазақтар тазыны жарғақ құлақ, шашақ құлақ деп екіге бөлген. Сонымен бірге будандасудан шыққан, терісі қалың, суыққа шыдамды, кесек денелі дүрегей деген түрі де бар. Осындай сұлуды жүйрік қазақ итінің 19 ғасырда Еуропада танымал болған көпшілігіміз біле бермейміз. Париж университетінің профессоры қазақ даласын аралап жүріп, Атырау өңірінен тазы тұқымын көреді. Содан қызыққан ғалым біздің жерімізден біреуін, Самарқанд қаласынан екеуін сатып алып еліне әкетеді. Биологиялық зерттеу жүргізіп, қан құрамын тексеріп, жарысқа салады. Міне, қазақ құмайының танымалдылығы осы жерде басталған. Еуропа иттерінің бірде-бірін алдына салмай, жылдамдығымен әлемді өзіне қаратады. Жүйріктігі батыс жұртын таңғалдырады. Сол кездегі баспасөз беттері дүниедегі ең сұлу ит деген атаулар мен мақалалар басып шығарады. Осындай танымалдылықтан соң тазы іздеушілер, қазақ даласын зерттеушілер көбейе бастағаны көрінеді. Бір кездері бабамыз үшін құнды болған бұл асыл тұқымды қазынамыздың саны қазір азайып кетті. Еліміз бойынша бар жоғы 500-ге жуықтайды. Дегенмен, соңғы жылдары тазы тұқымын көбейту мемлекет тарапынан қолға алынып, назар аударыла бастады. Енді 7 қазынамыздың бірін жоғалтып алмауды, тұқымын көбейтіп, санын арттыруды қолға алған жөн. Міне, құрметті көрермен, бүгінгі видеомызда Еуропа қызыққан құмай тазы жайлы құнды ақпараттар білдіңіздер. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, пайдаларыңызға жарасын.